Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығатын булочки дайындаймыз, және де рецептісін жазып алуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға алдын ала рахмет. Және де осы булочкидің рецептісі 300 грамм сүтке 150 грамм су құямыз, және де 50 грамм сары май, 50 грамм сұйық май, яғни пісте май дейміз ғой. Пісте май құямыз, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз, және де құмшекер қосамыз. Өзіңіздің тәттіні қалай жақсы көретініңізге байланысты 100 грамм қосамыз. 100 грамм норма болады. Одан соң барлығы жылы болу қажет. Барлығын жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Ең соңында 2 шай қасық дрожж қосып, жақсылап 2 минуттай барлығы ерігенше тағы да араластырып, ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысады, еш нәрсе етпейді, өйткені сіздің қамырыңыз жұмсақ болған сайын булочкаңызда жұмсақ болады. Егер қамырыңызды қатты қойсаңыз, кейін піскен кезде булочкаңыз қатты болып қалады. Сондықтан қамырыңыз жұмсақ болу қажет. Қолға жабысса іштен кетпейді. Оны кейін көтеріліп июі қанған соң ол қолға жабыспайтын болады. Егер жабысып жатса, қолыңызға кішкене сұйық май тамызып жіберіп, осылай формасына келтіріп жасай бересіздер. Өте послушный қамыр. Ортасындағы салмасы 50 грамм қантқа 1 шай қасық корица қосамыз, және де жақсылап араластырамыз. Ортасына сары май жағамыз. Кәдімгі сары майды жағып, одан кейін біздің салмамызды салып формасына келтіреміз. Формасына келтірген соң 1 сағат бетін жауып, формасына келтіріп болған соң жұмыртқа жағып қоямыз. Өйткені кейін көтерілгеннен кейін жұмыртқа жағатын болсаңыздар, біздің қамырымыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан сразу формасына келтіріп, жұмыртқаны жағып, бетін жауып қойып қоямыз. Одан соң осылай көтеріледі 2 есе. Одан кейін 200 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ортасына неше түрлі салма қоса берсеңіздер болады. Құмшекерге грецкий орехты қосып жасасаңыздар болады. Бетіне жұмыртқа жағып болған соң орехты салып жүрсеңіздер өте дәмді болып шығады. Баршаңызға рахмет.